бір ситуация мен үшін урок болды, что Разия, сен оказывается сені көп адам қарайды, сен вообще тіліне ие болу керексің деген. Қандай ситуация? Бәрі білетін сияқты ол ситуация. Қандай? Топтен жүргізушісі болдым ғой мен. И Мереймен выпуск болды менде. Не знаете? Нет. Да, и типа мен үшін өмірімде ең қатты хейт сол кезде болды, короче. Серьезно? И типа, возможно, ол ситуация, ол хейт болған, и менің аузым осылай, как сказать, мен аузымнан ол бір, короче, неуместный нәрсе шығып қалды да, и возможно, ол ситуация болу керек болды менің өмірімде, чтобы я как-то себя поменяла, короче. Ну, мне кажется, бізде андай адам бір-бірінің көңіліне тиюден, специально көңіліне адам бір-біріне ешқашан тимейді. Типа нет такого понятия. Просто восприятие разные. Из-за этого просто и все. Если посмотреть выпуск со стороны, ол реально мен өзімді андай, но сенсің ба деп, мен даже ол выпусты қарай алмаймын, например, ше, әлі күнге дейін. Қазір? Типа для меня, не могу это, для меня это мен емес сияқтымын, ше. И сол выпуск мен үшін урок болды, что андай, Разия, иногда ты должна фильтровать свои слова деген сияқты. Сен адамның көңіліне тие алады екенсің деген сияқты.